Мен қолданатын гаджеттерге шолу. Біріншісі ол microSD және SD тасымалдауға арналған кейс. Бұл жерге 8 карта сыяды және бұны сіздер тікелей компьютерге жалғап та қолдана берсеңіздер болады. Бағасы 24 000 теңге. Екіншісі 50 000 мАч Power Bank. Енді бұны сіздер не істейді дейтін болсаңыздар, енді бізде сырттағы көпшілік түсірілімдер кезінде біз осы Power Bank'ты қолданамыз. Бұнымен біз бана телефонды, техниканы, камераны, светті, жалпы айтқан кезде барлық техникамызды осы Power Bank'пен зарядтаймыз. Одан қала берсе ең үлкен артықшылығы менің ойымша осы Power Bank'тың. Бұл жерде қуаттау күші 20 Вт. USB Type-C да, USB-A да. Енді мен үшін кәдімгідей керемет артықшылық. Ал бағасы бұның 30 000 теңге. Үшінші ең көп қолданатын гаджетіміз бұл видео файлдар тасымалдауға арналған SSD, жадысы 2 терабайт және жылдамдығы 7000 мегабайт секундына. Қазіргі таңда ең үлкен жылдамдық осыда болып тұр. Бағасы 70 000 теңге. Ал енді достар, сізге қай гаджет ұнады, комментарий жазып кетіңіздер және видео пайдалы болса, міндетті түрде бізге тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Рахмет барлықтарыңызға.